Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 31-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Жанама сұрақтармен берілген есептер. Бірінші есеп: жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылды. Алдыдан сана. Бірінші: 0-ден бастап 6-ға дейін, яғни 6-ны қосып жатырмыз, иә? Сонда 6 болады. Одан кейін 6-ға 6-ны қосамыз. Сонда 12 болады. 12-ге 6-ны қосамыз. 18 болады. 18-ге 6-ны қосамыз. 24 болады. 24-ге 6-ны қосамыз. 30 болады. 30-ға 6-ны қосамыз. 36 болады. 36-ға 6-ны қосамыз. 42 болады. 42-ге 6-ны қосамыз. 48 болады. 48-ге 6-ны қосамыз. 54 болады. 54-ге 6-ны қосамыз. Сонда 60 болады. Енді екінші есеп: 4 бағаннан тұратын 6-ға көбейту және бөлу кестесін құрастырып жаз. Бірінші бағанға қарасақ, 6 көбейту 6, яғни бұл 36-ға тең. 6 көбейту 7, бұл 42-ге тең. 6 көбейту 8, бұл 48-ге тең. 6 көбейту 9, бұл 54-ге тең. Жалпы 6-ға қандай да бір санды көбейту дегеніміз 6-ны сонша рет өзіне қосу деген мағына. Сонда 6-ға 6-ны көбейту дегеніміз 6-ны өз-өзіне 6 рет қосу деген мағына. Олай болса 36 болады. Одан кейін 6-ға 7-ні көбейту деген бұл 6-ны 7 рет қосу деген мағына. Сонда 42 болады. Ал 7-ге 6-ны көбейту дегеніміз 7-ні 6 рет қосу деген мағына. Сонда 42 болады. Олай болса 7-ге 6-ны көбейтсек 42 болады. Енді не байқадыңыздар? 7-ге 6-ны көбейтсек те, 6-ға 7-ні көбейтсек те, олардың мәндері бірдей болады. Сонда 8-ге 6-ны көбейтсек 48 болады. 9-ға 6-ны көбейтсек 54 болады. Мәндері өзгерген жоқ, иә? Одан кейін енді бөлу арқылы тексеріп көрейік. Мысалы, 36-ны 6-ға бөлсек 6 болады. 42-ні 6-ға бөлсек 7 болады. 48-ді 6-ға бөлсек 8 болады. 54-ті 6-ға бөлсек 9 болады. Енді 42-ні 7-ге бөлсек 6 болады. 48-ді 8-ге бөлсек 6 болады. 54-ті 9-ға бөлсек 6 болады. Енді сұрақ: жазуды неге 6 көбейту 6 жағдайынан бастауға болады? Себебі сіздер өткен сыныпта 6 көбейту 5-ті, яғни 5-тің кестесінен өтіп қойғансыздар, иә? Бұл дегеніміз 5 көбейту 6 деген мағына. Екеуінің де мағынасы 30 деген санды білдіреді. Енді 3-ші есеп: сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды қарастыр. Бұл жерде 6 үшбұрыш және 12 шаршы бар. Олай болса айтылымдарды толықтырайық. Бірінші: 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда қанша есе артық немесе кем екендігін жазайық. Олай болса, бірінші: шаршының санын үшбұрыштың санына бөлейік. Сонда 2 есе, үшбұрыш шаршыға қарағанда 2 есе кем екен. 2 есе кем. Енді келесі: 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда қаншаға кем екендігін жазайық. Сонда бұл жерде есе деген сөз жоқ. Олай болса, 12 шаршыдан 6 үшбұрышты азайту керек. Сонда 6-ға кем екен. Жауабы 6-ға кем. Одан кейін шаршылар 12. Бұл үшбұрыштарға қарағанда 2 есе артық болады. Себебі жаңа 2 есе кем болған еді. Одан кейін шаршылар 12. Бұл үшбұрыштарға қарағанда 6-ға
артық болады. Енді төртінші ай есебі. Сенің сыныбыңда кезекші бар ма? Есепті оқып шешуін қарастыр, қорытынды жаса. Назгүл сыныптағы 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіреберісіндегі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Сонда кіреберісте керісінше 5 есе артық болып тұр, иә? Олай болса сұрақ: Назгүл мектептің кіреберісіндегі қанша гүлге су құйды? Бұл бізде жанама сұрақтармен берілген есептер болып есептеледі. Себебі сыныптағы гүлдер кіреберіске қарағанда 5 есе кем деп тұр. Олай болса біз 6-ға 5-ті көбейту керекпіз. Сонда кіреберісте 30 гүл болады. Тексеретін болсақ, сыныпта 6 гүл, ал кіреберісте 30 гүл болады. Яғни сыныпта 5 есе кем ғой кіреберіске қарағанда. Олай болса жауабы дұрыс. Кіреберісте 30 гүл бар. Енді әй есебі. Қысқаша жазылуы бойынша жанама сұрақтармен берілген есептер құрастыр. Мысалы, торкөз дәптер 4 дана, бұл 2 есе артық жолды дәптерге қарағанда. Сонда жолды дәптер қанша дана? Бұл жерде торкөз дәптер артық болып тұр жолды дәптерге қарағанда. Олай болса біз 4 дананы 2-ге бөлу керекпіз. Сонда жолды дәптер 2 дана болады. Жауабы 2 дана. Сонда қараңыздар, торкөз дәптер 4 дана, жолды дәптер 2 дана. Яғни торкөз дәптер жолды дәптерге қарағанда 2 есе артық болды. Енді 5-ші есеп. Бүгін мектепте өзін-өзі басқару күні. Әлия мұғалім рөлінде болып балаларға есеп ұсынды. Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығар. Енді нұсқасы: бумада 8 парақ түрлі түсті қатырғы қағаз бар, ал ақ түсті қатырғы қағаз 4 есе артық. Бумада ақ түсті неше қатырғы қағаз бар? Бұл жерде жанама сұрақ болып тұрған жоқ, бірақ сонда да жауабын анықтайық. Түрлі түсті қатырғы қағаз 8, иә? Ал ақ түсті оған қарағанда 4-еуі артық. Сонда 4-ті көбейтеміз. Ақ түсті 32 қағаз. Жауабы 32 ақ түсті қатырғы қағаз бар. Енді әй есебі. Стаканда 3 шай қарындаш бар. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Қорапта неше түрлі түсті қарындаш бар? Сонда түрлі түсті қарындаш жай қарындашқа қарағанда 5 есе артық болып тұр ғой. Сонда 3-ге 5-ті көбейту керек. Олай болса түрлі түсті қарындаштың саны 15 болады. Жауабы 15 түрлі түсті қарындаш бар. Енді Б есебі. Бөшкеде 45 литр су бар. Бұл цистернадағыдан 255 литрге кем. Цистернада неше литр су бар? Бұл да бізде жанама түрдегі сұрақпен берілген есеп. Олай болса, цистернадағыны анықтау үшін 255-ке 45-ті қосу керек. Сонда цистернада 300 литр су бар екен. Жауабы 300 литр су бар. Енді В есебі. Пошташы 45 жайхат, одан 12-ге артық жедел хат жеткізді. Пошташы барлығы неше хат жеткізді? Бірінші жедел хатты анықтайық. Сонда 45 хатқа 12 хатты қосамыз. Олай болса 57 жедел хат. Енді барлығын анықтау керек. Олай болса 57 жедел хатқа жай хатты қосамыз. Жай хат бізде 45. Сонда барлығы 102 хат. Бұл бізде жанама түрдегі сұрақ болмайды, иә? Жауабы 102 хат.
Енді 6-шы есеп, үшбұрыштың саны 15, бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Осы есептің шарты бойынша сурет сал және шешуін жаз. Есеп құрастыр. Бірінші үшбұрыштарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15. Мына жерде екеуі артық екен, 15, үш бұрыш. Енді бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Сонда үш бұрыш көп болып тұр. Олай болса, 15-ті 3-ке бөлеміз. Сонда шаршының саны 5 екен. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. Жауабы 5 шаршы. Енді 7-ші есеп, есепке өрнек құр. Нұсқасы: бір жолдың ұзындығы 36 метр. Екінші жол одан 6 есе кем. Екі жолдың ұзындығы қанша? Бірінші, екінші жолды анықтап алайық. Сонда 36 метрге қарағанда 6 есе кем. 36-ны 6-ға бөлу керек. Сонда екінші жолдың ұзындығы 6 метр екен. Бұл екінші жол. Енді бізге екі жолдың ұзындығын анықтау керек. Сонда 36 метрге 6 метрді қосамыз. Олай болса, жалпы 42 метр болады. Жауабы 42 метр. Ал өрнегін құрастыру үшін бірінші 36 метрді жазып, одан кейін 36-ны 6-ға бөліп қосу керек. Сонда 36 қосу 6 тең 42 болады. Енді есебі: автобуста 8 бала келе жатыр. Бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем. Автобуста барлығы қанша жолаушы бар? Сонда бізге ересектердің санын анықтау керек. 8-ге 5-ті көбейтеміз. Себебі ересектерге қарағанда 5 есе кем балалардың саны. Ал сонда ересектер 5 есе көп болады ғой. 8-ге 5-ті көбейтсек 40. Бұл ересектердің саны. Енді бізге барлығын анықтау керек. Балалардың саны 8, ересектердің саны 40, барлығы 48 жолаушы. Енді бұл есепті өрнек бойынша жазайық. Сонда бірінші 8-ге 5-ті көбейтіп, одан кейін 40-ті, одан кейін 8-ті қосу керек. 8-ге 5-ті көбейткенде ересектердің саны, ал 8 балалардың саны. Барлығы 48 болады. Жауабы 48 жолаушы. Енді 8-ші есеп: салыстыр. Бірінші, 6-ға 4-ті көбейтсек те, 4-ке 6-ны көбейтсек те, екеуінен 24 деген бір мән шығады. Олай болса, екеуі тең болады. Одан кейін 36-ны 6-ға бөлсек 6 болады. 2-ге 5-ті көбейтсек 10 болады. Сонда 10 көп болады. 24-ті 6-ға бөлсек 4 болады. 16-ны 2-ге бөлсек 8 болады. Сонда 8 үлкен болады. Енді нұсқасы: А-ны В-ға бөлсек және А-ны В-ға көбейтсек қандай болады? Әрине, көбейткен кезде үлкен болады, сонда А көбейту В үлкен болады. Одан кейін А-ға В-ны көбейту екеуінде де бар, бірақ біреуінде 5-ті қосамыз, біреуінде 50-ті қосамыз. Әрине, 50-ті қосқан жағымыз үлкен болады. Одан кейін А-ға В-ны көбейтіп 15-ті қосу керек, ал біреуінде А-ны В-ға бөлу керек. Әрине, көбейтіп 15-ті қосқан жағымыз үлкен болады. Енді 9-ші есеп: сандар тізбегін жалғастыр. Әрбір келесі сан 5-ге 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құр. Бірінші, 2,
4, 6, 8. Одан кейін жалғастыру керек. Олай болса 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады. 4-ге 2-ні қоссақ 6 болады. 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. 10-ға 2-ні қоссақ 12 болады. Міне, сол сияқты жалғаса береді. Сонда бізде осындай 2-ге артық деген тізбек шығады. 2-ге артық. Енді келесі тізбекке қараңыздар. 3-тен кейін 6, 6-дан кейін 9. Олай болса 3-ге 3-ті қосамыз 6 болады. 6-ға 3-ті қосамыз 9, 9-ға 3-ті қосамыз 12, 12-ге 3-ті қосамыз 15. Міне, осылай тізбек жалғасады. Сонда 3-ге артық болып тұр. 3-ге артық. Енді бізге 5-ге және 6-ға артық болатындай тізбекті құру керек. Олай болса 5-ге 5-ті қосамыз 10 болады. 10-ға 5-ті қосамыз 15 болады. 15-ге 5-ті қосамыз 20 болады. 20-ға 5-ті қосамыз 25. Міне сонда 5-ге артық тізбек пайда болды. 5-ге артық тізбек. Енді 6-ға артықты жазайық. 6-ға 6-ны қосамын 12, 12-ге 6-ны қосамын 18, 18-ге 6-ны қосамын 24, 24-ге 6-ны қосамын 30. Сонда осылай тізбек жалғаса береді. Бұл 6-ға артық тізбек. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.